Әрбір жанға дейді. Мен қараңыз, Алла Тағаланың әділетсіздік жасамайтындығының жаңағы бір көріністерінің бірі. Әрбір жанға шамасы келетін нәрсені ғана жүктеймін дейді. Қараңыз, шамасы келетін нәрсені ғана жүктеймін дейді. Мына шама деген нәрсенің өзін имам Абу Ханифа түсіндіреді. Иститоға деп аталады арабша. Шама келу адамның. Мысалы, сізге бір шама беріледі, сосын уақыт беріледі. Сосын сізге екі нәрсе көрсетіледі. Мынау бойұсыну, мынау күнә. Сонда айтады: "Иннал иститоата аллати яъмалу бихал абду ал-махсията". Адам жаңағы күнәні жасауға жеткен шамасы дейді. Қараңыз, бір күнәға 30 минут уақыт кетті, сосын шама жетті соған. Сол шама дейді, осы шаманың өзін беғайнихе деп айтады. Осы шаманы негізінде бұл адам бойұсынуға қарай салу керек болған дейді. Сол бойұсынуға қарай салмай, күнәға қарай салған үшін жаза тартады дейді. Бізде қазір қарапайым нәрсені алайық. 30 минут сізге Құран оқуға болатын еді, бірақ сіз 30 минут Samsung оқыдыңыз. Кім зұлымдық жасады? Сізге 1 сағат Құран оқып отырсаңыз болатын еді. Сіз 1 сағат кино көрдіңіз. Не тердіңіз 1 сағатта? Кім зұлымдық жасады? Мен зұлымдық жасадым. Көрдіңіз бе қандай? Инни заламту нафси зулман касира деп айтылады. Сол дұғада пайғамбарымыз үйреткен: "Я Раббым, мен өзіме көп зұлымдық жасап жатырмын мен. Көп зұлымдық жасап қойдым өте. Сенен басқа ешкім кешірмейді мынаны" деп. Сол берілген уақыт пен шама жақсы іске де жететін еді. Шайтан сол шамаңызды пайдасы іске қарай итере салады, болды. Бағана айтып отқан сөз: "Мен сені шақыра саламын мына жаққа, сен бара саласың" дейді. Қазір мысалы бір үлкен кісілер айтуы мүмкін: "Bir аталар бар, әжелер бар. Енді Құранға менің жаңағы тілім келмейді ғой" деп та. Оған танымаймын ғой. Бірақ сол ата әжелер Samsung'ты таниды ғой қазір. WhatsApp'пен жіберіп атады немерелеріне бір нәрсені. Ал кім өтірікші? Кім зұлымдық жасап жатыр? Осыны айтады Алла Тағала. Өздерің зұлымдық жасап жатсыңдар дейді бізге. Өзіңді дұрыс пайдаланбайсың дейді. Шамаңды жақсы нәрсеге қарай бұрып жіберу керек. Сіз таңертең тұрған кезде, таң намазынан кейін тұрған кезде Алла Тағала берекелерді таратады. Сөйтіп сізге бүгінгі күнге шама таратады. Бүгінгі күнге мүмкіндіктер береді. Күш, қуат береді сізге. Көңіл береді, мысалы настроениеңіз береді. Табыс, мал береді. Қай жаққа бұрасың? Мәселе тек осы. Құптан намазына дейін қай жаққа бұрасың? Таңертең осыны анықтап алу керекпіз біз. Құптаннан кейін дұрыс ұйықтай алатындай да, мысалы. Тіл берді, тілің бүгін жұмыс істеп тұр. Қай жаққа бұрдыңыз тіліңізді? Бағана ғайбатқа бұрған, бағана өсекке бұрған, бағана біреуге бір боғауыз сөз айтып қой жаздаға біреуде келатқанда деген. Оны басқа жаққа бұруға да болатын еді. Ана кісіге "Өй" деген сөздің орнына "Я Раббым, кешіре көр" деп айтсаңыз болады еді. Бірақ біз мына жаққа қарай үйіріміз да. Осылай біз өзіміз жинап аламыз. Соны имам Абу Ханифа айтып жатыр. Күнәға жеткен шамаң, бойұсынуға берілген шамаң дейді ол асылы. Сен Құраны мына жаққа емес, мына жаққа бір жіберді де күнә таптың дейді. Сол үшін жаза тартасың деп жатыр да. Міне сондықтан Алла Тағала ескертіп жатыр. Әрбір адамға шамасы келетін нәрсені ғана жүктейміз дейді біз. Әрбір адам. Мысалы сіздің бойыңызда тақуалықтан қанша үлес болса, соны істетіңіз. Міне, сіздің бойыңызда қандай бір білім болса, соны істетіңіз. Артық сұрамайды сізден Алла Тағала. Мысалы Алла Тағала бізден ертеңгі күннің амалын сұрамайды. Бүгінгі құптанды сұрайды. Бүгінгі шамаң жетсе тахаджудты сұрайды, нәпіл ретінде. Өтірігіңді сұрайды. Ертеңгіні сұрамайды. Ертеңгіні таңертең тірі оятса сұрайды. Сол секілді жаңағы бір хадисінде адаммен байланыстыру үшін Алла Тағала сөйтіп айтады: "Мен сенен ертеңгі амалды сұрамағандай, сен менен ертеңгі ризықты сұрай бермесеші" дейді. Сен бүгінгі күніңді дұрыс аяқтасашы деп жатыр. Уайымың сол болсын сенің. Таңертең тұрғанда көреміз сені келесі күніңді. Әйтпесе уайымда мынау жаққа кетіп жатсың сен. Бүгін сенің жаның шығып кетсе, көрдіңіз ба? Соны ескертіп жатыр Алла Тағала бізге.